Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін қазақ тілі пәнінен дара және күрделі етістік тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың оқу мақсаты дара және күрделі зат есім, сын есім, сан есім, етістікті анықтау. Мұғалімнің көмегімен оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жоспар құру және тірек сөздерді пайдалана отырып шағын мазмұндама жазу. Бағалау критерийлеріне дара және күрделі зат есім, сын есім, сан есім, етістіктерді анықтай алады. Сөз таптарын ажырата алады. Мұғалім көмегімен жеке сурет, сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау, әңгімелеу мәтіндерін құрап жаза алады. Ендеше балалар, сабағымызды бастамас бұрын ережені бір қайталап алайық. Етістік дегеніміз ол іс-қимылды білдіреді. Оның сұрақтары: не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Және балалар, етістік дара етістік және күрделі етістік болып екіге бөлінеді екен. Дара етістік дегеніміз бір сөзден тұрады. Мысалы, жазды, көрді, ұшады деген секілді. Ал күрделі етістіктер балалар екі немесе үш сөзден тұрады. Мысалы, жазып отыр, көріп отыр, ұшып бара жатыр деген сияқты екі-үш сөзден тұратын етістіктер екен. Ендеше сабағымызды бастайық балалар. Дәптерімізге 14 сәуір дара және күрделі етістік деп жазамыз. Дәптерімізге күннің жадын жазып алсақ балалар, мынау өлеңді менімен бірге мәнерлеп оқыңдар. Өлеңді мәнерлеп оқып болғаннан кейін өлеңнің ішіндегі етістікті тауып, оны дәптерімізге жазып аламыз. Балалар, өлеңді көшіріп жазбаймыз, тек қана етістікті жазып аламыз. Ендеше бастайық. Таспен атып тұрғайды, ұя бұзған оңбайды. Құс өкпелеп кетеді, бақшамызға қонбайды. Балалар, өлеңнің авторы кім екен? Өлеңнің авторы Жақан Смақов екен. Жарайсыздар балалар. Енді өлең бойынша өлеңнің ішінен етістікті тауып, дәптерімізге 25-ші жаттығу деп етістікті жазып аламыз. Келесі 26-ші жаттығу балалар. Жаңылтпашты қатесін түзетіп жаз. Етістіктерді тауып, дара не күрделіге ажырат дейді. Ендеше балалар, менімен бірге оқыңдар және түзететін етістік сөздеріңіз, әріптеріңіз болса, өздеріңіз түзетіп жазыңыздар. Бірақ менімен бірге қайталаңыздар. Үміт түбіт түтті, түбітті түтіп бітті. Балалар, түбіт деген не деп ойлайсыздар? Түбіт дегеніміз ол жануарлардың, яғни қойдың, түйенің жүні екен балалар. Ал түтті деген, түту деген, ол сол қойдың, түйенің жүндерін арнайы тазалап, оны жіп қылып үйіруге дайындайды екен. Арнайы дайындайды. Сондықтан оны түтет. Түтет дегеніміз оның ішіндегі қоқыстарын шығарады, үстінен қағып отырып, ішіндегі қажетсіз заттарды тазалайды екен. Ендеше балалар, жаңылтпашты қатесін түзетіп дәптерімізге жазып аламыз. Келесі 27. 27-ші тапсырмада балалар, мәтінді түсініп оқы. Тоқылдаққа тұмсық не үшін керек? Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Осы сұрақтарға дерек көздерден жауап іздеп көріңіздер балалар. Ендеше мәтінімізді менімен бірге оқыңыздар. Құстардың тұмсығы
дән шоқу, жаңғақ шағу, жемістерді жұлу үшін қажет. Кейбір құстар тұмсықтарын ұя салатын немесе тесік оятын құрал ретінде пайдаланады. Балалар, ендеше жаңағы оқыған сұрақтарымыздың жауаптарын өздеріңіз дереккөздерден іздеп көріңіздер. Балалар, бұл тапсырманы ауызша орындаймыз. Ендеше балалар, үй тапсырмасын алайық. Осымен біздің бүгінгі қазақ тіл сабағымыздың соңына да жетіп қалдық. Үй тапсырмасына 29-шы жаттығу не істеді, қайтеді сұрақтарына жауап беретін сөздерді топтастырып, себебін дәлелде дейді. Балалар, үй тапсырмасын орындауда сәттілік тілеймін. Жазу ережесін сақтай отырып, көркемдеп жазамыз. Сау болыңдар.